Сәлем достар, қазір кезде Ресей мен Украинаның арасында болып жатқан жағдайды білетін шығарсыздар. Сол жағдайға байланысты Ресей мемлекетіне көптеген шет мемлекеттерден санкциялар енгізіле бастады. Сол санкцияның арасында YouTube та бар. Қазір кезде Ресей мемлекетінде көптеген әлеуметтік желілер бұғатталды. Оның ішінде Facebook, Twitter және де тағы басқа әлеуметтік желілер бар. Оның ішінде YouTube-та алатын болсақ, YouTube қазір кезде Ресей мемлекетінде істеп тұр. Ол жақта тек қана Google Ads, яғни реклама беретін Google-дың продуктысы ғана істемей тұр. Яғни ол жақта ешқандай пропустить рекламасымен жарнамалар шықпайды. Яғни сол каналдың иесіне табыс түспейтін болады. Бүкіл Ресей территориясында қандай канал бар болса, соның барлығында орыс тілді контенттерде ешқандай монетизация қазір жүріп тұрған жоқ. Оның барлығы сол YouTube-тың енгізген шарты. Оның қанша уақытқа созылатынын білмейміз, оның барлығын алдағы уақытта көре жатармыз. Және де осы орайда мынадай сұрақтар қалыптасады: біздің Қазақстандағы каналдарда монетизация жүре ме деген. Біздің қазақ еліндегі кез келген каналға монетизация жүреді. Ол шектеулер тек қана Ресей еліне болып тұр. Қазіргі кезде сол жағдайға байланысты. Және де просмотрға келетін болсақ, мысалға сіздің қазіргі кезде Ресей мемлекетінде YouTube істеп тұр дедік қой. Сол YouTube-тан Ресей мемлекетінен сіздің қазақ каналын көретін болса, ол кезде ешқандай төлем төленбейді. Яғни Ресейден просмотр болатын болса, сізге табыс түспейтін болады. Себебі сіздің видеоларыңызды көріп жатқан кезде Ресейдегі реклама берушілер қазіргі кезде барлығы бұғатталған соң реклама деген, оның видеосына реклама шықпайтын болады. Яғни сіздің видеоңызды көріп жатқан кезде пропустить батырмасымен ешқандай реклама шықпайтын болады. Ал қазақ елінде болатын болса, барлық каналдарда реклама шығатын болады. Және де басқа шетелдерден көрінетін болса да, барлығына төлем төленетін болады, табыс түсетін болады. Яғни сол видеодан монетизация арқылы сізге табыс түсетін болады. Қазіргі кезде болып жатқан жаңалық осы. Сіздерге айтар ақылым, қазақша контентті түсіре беріңіздер. Себебі Ресей мемлекетінде жарнама беру бұғатталғаннан кейін, оның басқа көрші мемлекеттерге де енді төлем ақыларды менің ойымша көбірек төлейтін болады YouTube. Яғни жарнамалар осы қазақ елінде де, басқа көрші мемлекеттерде, аз төленетін көрші мемлекеттерде де енді бағасы өседі деп ойлаймын. Әрі қазіргі кезде доллардың бағасы да 512-ден асайын деп жатыр. Сол үшін қазақша контентті түсіре беріңіздер. Өзіңіздің сүйікті істеріңізбен айналысып, YouTube-қа видео түсіре беріңіздер. Сіздерге айтар ақылым, американский YouTube-ты да зерттей беріңіздер. Себебі ол жақта Қазақстанға қараған кезде 8-9 есе кей кезде жоғары төленеді. Мысалға, біздің қазақ елінде 1000 просмотрға 0,5 центпен 3 доллардың арасында төлейтін болса, ал американский YouTube-та 1000 просмотрға 9 доллардан төленеді. 9 доллардан 20 долларға дейін, тіпті одан да көп 50 долларға дейін баратын кездер болады. Оның барлығы таңдаған нишаңызға байланысты. Сол үшін американский YouTube-та қазір кезде зерттеуге кеңес беремін. Себебі доллардың бағасы шарықтау үстінде. Достар, осы видео сіздерге ұнаса лайк басуды және арнама тіркеп алуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.